Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға құндылыққа бағытталған білім беру негізінде бастауыш сыныптарға арналған Айман мұғалім. Бастаңыздар. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Кішкене дауыс шығарасыздар ма? Жақынырақ отырасыздар ма? Екінші слайдқа қойып көріңізші, екінші слайдқа ауыса ма, ауыспай ма көрейік. Жақсы. Сөйлей беріңіз, жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің Алихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің педагог зерттеуші санаты бастауыш сынып мұғалімдері мен Альханова Айгүл Төлетаевна және әріптесім Қаржасова Айман Серікқызы. Біздің тақырыбымыз құндылыққа бағытталған беру негізінде бастауыш сынып оқушыларына арналған тапсырмалар жүйесі, әдістемелік құрал. Мақсаты білім алушыларға ұлттық және отбасылық құндылықтарды қамтитын тапсырмалар жүйесін ұсыну. Міндеттері қазақ тілін оқытуды мемлекеттің даму стратегиясымен сабақтастыру. Оқытуды тек пәндік біліммен шектемей, білім алушының тұлғалық қабілеттерін дамытуға бағыттау. Тілдік білім мен дағдыларды 21 ғасыр адамына тән ойлау, сөйлеу және адамгершілік мәдениетін қалыптастырумен ұштастыру. Тілді ұлттық мәдениетті сақтаудың және дамытудың маңызды құралы ретінде оқыту, тілге деген жауапкершілік пен патриоттық көзқарасты қалыптастыру. Әдістемелік нұсқаулықтың негізгі бағыттары оқушылардың рухани адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, әлеуметтік дағдыларын дамыту, ынтымақтастық мен қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, азаматтық санасын жетілдіру, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгерту, білім мен өмірлік тәжірибені байланыстыру, оқу материалдарын нақты құндылықтар арқылы түсіндіру. Күтілетін нәтиже. Осы жинақпен жұмыс жасау нәтижесінде білім алушыларда ұлттық сана сезім қалыптасады, ұлттық мүдденің өркендеуіне өз үлесін қоса алатын тұлға ретінде дамиды, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңіреді, ұлттық құндылықтарды меңгеріп, өз көзқарасын еркін білдіруге және оны тәжірибеде қолдануға дағдыланады. Әдістемелік нұсқаулықтың өзектілігі. Құндылыққа бағытталған тапсырмалар бастапқы деңгейден бастап базалық біліммен қамтуды көздегендіктен мәліметтер қарапайым түрлерінен бастап күрделене орналастырылған. Сондықтан бұл оқу құралын 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейінгі оқушылар пайдалана алады. Тапсырмаларды бастауыш сынып оқушылары сабақ барысында да, сабақтан тыс уақытта да өз бетінше орындай алады. Қызықты шығармашылық тапсырмаларды орындау кезінде бастауыш сынып оқушылары жеке, жұптық және топтық жұмыстармен де айналысады. Тапсырмалар арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, тапсырмаларды өз бетінше орындау дағдылары қалыптасады. Енді әдістемелік нұсқаулықта қолданылатын тапсырмалардан үзінділерге тоқталатын болсақ, бұл жерде біз бөлімдерге бөліп қойдық. Бөлімнің бірі ұлттық киім мәдениетінің негізі деп аталады. Бұндағы мақсат ұлттық киімдердің түрлері мен олардың адам өміріндегі маңызын түсіндіру, халқымыздың киіну мәдениетін насихаттау, сондай-ақ киімге қатысты ырым-тыйымдар туралы мағлұмат беру. Өздеріңіз білесіздер, басқа ұлттармен салыстырғанда қазақ халқы өзі ырым мен тыйымға көп мән береді. Сондықтан да ер адамның киімін әйел адамның киімін ер адам кимейді, өздеріңіз білесіздер. Сонымен қатар бас киімдерді әспеттеп ұстаған. Енді сол жерде кездесетін тақырыптардың бірі тымаққа салу деген тақырып. Енді әріптестер, мұқият болсаңыздар, қазір біз осы жерде сіздермен практикалық тапсырма орындап жіберейік. Тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді әуелі өзіміз оқып береміз. Тымаққа салу қазақ халқының көне дәстүрлерінің бірі. Халық арасында шала туған, тымаққа салып өсірген деген тірек жиі кездеседі. Бұл ерте туған нәрестені күтіп баптаудың ерекше тәсілі болған.
Себебі шала туған сәбиді бірден қолға ұстау немесе бесікке салу қиындық тудырған. Ал тымақ жылы, жұмсақ әрі сәбиді орауға ыңғайлы бас киім болғандықтан оны уақытша бесік ретінде пайдаланған. Сәбидің неше күн кем туғанына байланысты тымақ керегенің басына ілініп отырған. Күн сайын керегенің басы арқылы есептелген. Мысалы, бала 40 күнге кем туса, тымақ керегенің 40-шы басына дейін ілініп тұрады. Осы мерзім өткеннен кейін нәрестені тымақтан шығарып, оған қатысты дәстүрлі рәсімдер, яғни ат қою, бесікке салу сияқты ғұрыптар орындалған. Егер бала қыс мезгілінде дүниеге келсе, тымақ үйдің қабырғасына қағылған шегелерге ілінген. Бұл дәстүр халқымыздың тұрмыс тіршілігімен, дүниетанымымен тығыз байланысты екенін көрсетеді және ұлттық мәдениеттің маңызды бір көрінісі болып табылады. Енді сұрақ, осы жерде біз балаларға тест тапсырмасын беруімізге болады. Бердік. Шала туған бірінші тапсырма, шала туған сәбиді қалай күткен? Жауаптар: кереуетке жатқызған, бесікке бөлеген, тымаққа салған, орап қойған. Жауаптарын айтсаңыздар болады. Келесі, тымақ киіз үйдің қай бөлігіне ілінген? Шаңыраққа, уыққа, босағаға, керегеге. Әрине керегеге. Келесі тапсырмада қазіргі кезде тымаққа салу дәстүрі сақталған ба? Өз пікіріңді жаз деген тапсырма береміз. Бұл жерде біз балалардың шығармашылығын дамытамыз, ойлау дағдыларын арттырамыз. Келесі тапсырмада бұл жеңілірек тапсырма, қазақтың ұлттық бас киімдерін тап және оны қоша. Мысалы, бұл жерден балалар тақия деген, тымақ деген, сәукеле тәрізді атауларды табады, бас киімдердің. Осындай тапсырмалар орындатуға болады. Келесі бізде тағы да осы әдістемелік құралда осындай тапсырмалар кездеседі. Бастауыш сынып пәндерінде құндылыққа негізделген мәтіндермен жұмыс. Ертегі әлемі. Бұл жерде мақсаты ертегі мәтіндерін талдау, оқушылардың сөздік қорын молайтуға, ауызекі сөйлеу дағдыларын жетілдіруге және ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар қазақ ертегілерін дәріптеу арқылы олардың шығармашылық құндылығын жоғары бағалауға тәрбиелеу. Бұл жерде ертегі туралы айтып кетуге болады балаларға. Ертегі ол фольклордың негізгі жанрларының бірі болып табылады. Бұл жанр халық прозасының дамыған, көркемделген нұсқасы ретінде сипатталады. Яғни ол фольклорлық көркем прозаға жатады. Ертегілерді жануарлар туралы ертегілер, қиялға жайық ертегілер, шыншыл ертегілер, хикаялық ертегілер, сатиралық ертегілер және тұрмыс салт ертегілері сияқты түрлері бар екенін балалар біледі. Сол жерде осындай тапсырмалар беруге болады. Сурет бойынша шағын ертегі құрастыр деп, сурет бойынша тірек сөздер жаз деп суреттерді беріп, балаларға тірек сөздерді жазғызуға болады. Мысалы, тірек сөздерді қатыстырып, саяхатшы аңдар тақырыбына шағын ертегі құрастыр деп. Балалар осы жерде ертегілерді құрастырды. Келесі тапсырмада бастауыш сынып пәндеріне құндылыққа негізделген қонақжайлыққа қатысты тапсырмалар беріледі. Мақсаты бақылау жұмысы ретінде қолдану оқушылардың алған білімдерін бекіту, тапсырмалармен өздігінен жұмыс адам баласының келген қонаққа деген Микрофон өшіріңіздер. Әр халықтың мәдениетіне байланысты қонақ күту дәстүрі әртүрлі сипатта көрініс табады. Қазақ халқы үшін қонақжайлық ана сүтімен дарыған, ұлттық болмысымен астасқан асыл қасиеттердің бірі. Сол себепті қонақты сыйлау, құрмет көрсету, оған ілтипат білдіру бала кезден бастап қалыптасады. Осыны балаларға түсіндіріп, мынандай тест тапсырмасын алуға болады. Мақсаты қонақ және қонақжайлық ұғымдары деген тапсырма. Мақсаты құндылыққа негізделген тапсырмалар арқылы оқушыларға моральдық қағидалар мен этикалық құндылықтардың маңызын түсіндіру және оларды бойына сіңіру. Бірінші сұрақ: қонақты кім қарсы алады? Бірнеше нұсқа беріледі. Екінші сұрақ: қонаққа қалай құрмет көрсететінін туралы екі мысал жаз деп балаларға тапсырма беруге болады. Үшінші: қонақ келген кезде қандай көңіл күйде болған дұрыс деп.
қонақты қай жерге отырғызған жөн, өз отбасындағы қонақ күту дәстүрін 2-3 сөйлеммен сипатта деп, қонақжайлық қай халыққа тән қасиет, дастархан немен толтырылады, қонақпен бірге не келеді, қонақжайлық дегеніміз не, қонақжайлықта не маңызды. Осы сұрақтардың барлығын балаларға беріп, бірнеше нұсқауын талдатады, балалармен талдаттық, балалармен, және осыны тапсырмада өзіміздің қонақ және қонақжайлық тақырыбында осыларды қолданамыз. Тапсырмалардың орындалу жолдары ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, пән мазмұнына кіріктіріле орындалады, жеке, жұптық, топтық жұмыстар арқылы ұйымдастырылады, өмірлік жағдаяттар негізінде жүзеге асырылады, оқушылардың ой қорытуы мен рефлексиясына бағытталған, мұғалімнің бағыттауымен қорытындыланады. Орындалу жолдары оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуі, құндылықтардың пән мазмұны арқылы берілуі, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестігі, өмірмен байланыстылығы, оқушының тұлғалық дамуына бағытталуы. Пайдасы: білім алушылардың рухани адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады, құндылықтарға негізделген дұрыс мінез-құлықты дамытады, оқу мазмұнының тәрбиелік әлеуетін арттырады, оқушылардың әлеуметтік бейімделуіне ықпал етеді, тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. Ал мына жерде бізде практикалық жұмыс барысы түрлі тапсырмалар көрсеткен кездері. Балалар бұл жерде ертегілер құрастырды, кестемен жұмыс, пазл құрастырды, сәйкестендіру жұмыстары болды, сахналандыру, рөлдік ойындау жұмыстары болды, және сипаттау, тест, рөлдік ойындар, жаңылтпаштар, өтірік өлеңдер құрастырды балалар. Ырымдар мен тыйымдар жарыстары болды. Осылардың барлығын біз балалармен бірге ұйымдастырдық. 2024-2025 оқу жылында 3-ші сыныптар арасында бұл әдістемелік құралымыз апробациядан өтті. Тестілеуге 41 оқушы қатысты. Әдістемелік ұсыным бойынша жұмыстар топтық және жеке болып жүргізілді. Құндылыққа негізделген білім берудің негізгі критерийлері: отансүйгіштік, ұлттық дәстүрлер, отбасы негіздері, ана тілі, мәдениет, тарихи жады, үлкенге құрмет, әділдік. Осы критерийлер бойынша нәтиже көрсеткіштері берілген. Өздеріңіз экраннан байқап отырғандай, қыркүйек айындағы және мамыр айындағы көрсеткіштерді салыстырып қарайтын болсақ, әжептәуір өзгерістерді байқайсыз. Мысалы, отансүйгіштік тақырыбында берілген тапсырмаларға оқушыларымыз қыркүйек айында 31 бала дұрыс жауап берсе, 10 бала тапсырманы толық орындай алмады, түсіне алмады. Ал мамыр айында барлығы да осы тақырыпта мағлұматтар алып, жан-жақты дамып, жақсы көрсеткіш көрсете білді. Сол сияқты басқа да тақырыптар, яғни құндылыққа негізделген тапсырмалардың барлығында да қай қайсысын алсақ та жақсы көрсеткіштер көрсеткенін байқап отырсыздар. Нәтижелер көрсеткіштердің құндылық негіздерін оқушы бойына дарытатын қосымша құрал ретінде пайдалануға тиімділігін көрсетті. Құндылыққа бағытталған білім беру негізінде бастауыш сынып оқушыларына арналған тапсырмалар жүйесі бойынша әдістемелік ұсыным. Әдістемелік құралда білім берудегі құндылыққа негізделген заманауи әдіс тәсілдердің қолданылу ерекшеліктерін келтірілген. Сонымен қатар, тәрбие мен оқу барысында адамгершілікке, отансүйгіштікке, тағы басқа құндылықтарға негізделген тапсырмалар топтамасы жасалып, оқу процесінде қолдануға тиімді болады. Тапсырмалар терең ойды саралайды, оқушыларға берілген білім құндылық негіздерін дарытады. Әдістемелік құрал тапсырмалары оқушы бойына адамзаттық, ұлттық, тұлғалық құндылықтарды бойына сіңіріп, білімдерін игеріп, бәсекеге қабілетті, сауатты азамат болып қалыптасуға негізделген. Қорытындылай келе, бастауыш сыныпта құндылыққа бағытталған тапсырмалардың жүйелі түрде енгізілуі
оқушылардың білімдік дағдыларын қалыптастырумен қатар, олардың рухани адамгершілік, әлеуметтік және азаматтық қасиеттерін дамытуды қамтамасыз етеді. Мұндай өмірлік тәжірибемен нақты құндылықтармен байланыстыра отырып, тұлғаның жан-жақты саналы дамуына және қоғамдық өмірге тиімді бейімделуіне мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Әріптестер, сұрақ қойыңыздар. Осы жұмыс барысында сіздерге қандай қиындықтар туындады? Осы жұмыста қиындықтар, мәтінмен жұмыс кезінде оқушылар жиі кездеспейтін сөздердің мағынасын түсіндіруде қиын болды. Мүмкіндігінше суретті тапсырмалар беруге тырыстық, және түсіндірме сөздікті басшылыққа ала отырып, қарапайым тілмен баяндауға тырыстық. Көбінде қазақ сыныптары болса да, қала мектептердің оқушылары, қала оқушылары көбінде орыс тілді ғой. Сондықтан да ол кісілерге құндылыққа негізделген тапсырмалар көбінде салт дәстүрді насихаттайтын болғандықтан, көнерген сөздер кездесуі мүмкін, араларында салт дәстүрге байланысты, ырымдар мен тыйымдарға байланысты сөздер кездеседі. Біз оларға қосымша түсініктеме жасап көрсете білдік. Оқушылардың қабылдауына жеңіл болатындай. Қандай жетістіктер күтуге болады? Қандай жетістіктер болды? Жетістіктерді айтсақ, онда жаңа сөздермен танысты балалар. Тіл байлықтары артты. Және түрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындай білді балалар. Презентация қосып қойыңыздар, әріптестер. Презентация алмаңыздар. Әріптестер, тағы сұрақтарыңыз болса, дайындап отырыңыздар, жауап беріп алсын осы сұраққа. Осы тапсырмаларды орындай отырып, ойларын ашық айтуға, жазуға дағдыланды балалар. Құндылық ұғымын басшылыққа ала отырып, бастауыш сынып оқушыларының бойында ұлттық сана сезімдерін қалыптастырдық деп ойлаймыз. Тағы сұрақ болса? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Айман Сериковна, Айжан Төлеутаевна өте керемет әдістемелік құрал. Менде сұрақ жоқ, бірақ бір кішкене ұсынысым бар еді. Болашақта осы әдістемелік құралдарыңызды мынандай цифрлық, қалай айтсам екен, көрнекілік интерактивті ойындар түрінде тағы да жетілдірсеңіздер, керемет болады деп ойлаймын. Сәттілік сіздерге, өте керемет жұмыс болды. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет, әріптестер, сұрақ жоқ деп ойлаймын. Енді трансляцияны осымен аяқтайық. Өте өзекті тақырып көтерілген, авторлық бағдарлама. Сондықтан да бұл құрал, әдістеме құралды келесі жылдары егер өз жұмыстарыңызға алып, әдістеме жұмыс ретінде қолданғыларыңыз келсе, осы екі Айгүл мұғалім Айман мұғалімге хабарлассаңыздар болады.